Hi everyone, this is Easy English and welcome to my channel. In today's lesson, I want to talk about gerunds and the infinitive. Please, before watching video, don't forget to subscribe my channel and keep watching. Сәлем достар, бүгінгі видео сабақта герундиге және инфинитив тақырыптарына тоқталатын боламыз. Сабақты толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен герунди дегеніміз не? Герунди бұл етістіктен зат есім жасау. Яғни негізгі түбір етістікке ing жалғауын жалғап, біз ол етістіктен зат есім жасай аламыз. Мысал үшін, swim, swimming. Екеуі де жүзу деп аударылады. Сұрақ қоятын болсақ, swim не істеу, жүзу, swimming не жүзу. Яғни зат есім кім, не деген сұрақтарға жауап береді. Listen, listening. Екеуі де тыңдау деп аударылады. Listen не істеу, ал listening не. Мысал үшін, swimming is very pleasant. Шомылу жан рахаты. Не жан рахаты? Шомылу жан рахаты. Яғни swimming бұл жерде зат есімнің қызметін атқарып тұр. Келесі мысал, running is good for your heart. Жүгіру жүрекке жақсы. Не жүрекке жақсы? Жүгіру жүрекке жақсы. Яғни run не істеу деп тұрса, ал running не деген сұраққа жауап беріп тұр. Listening to music is my favorite occupation. Музыка тыңдау менің сүйікті ісім. Яғни не менің сүйікті ісім, музыка тыңдау бастауыштың қызметін атқарып тұр. Ал енді барлық ing-ға біткен етістіктер герунди бола алмайды. Мысал үшін, continuous шақтарындағы етістіктерді алайық. He is swimming now. Present continuous шағы. Ол қазір жүзіп жатыр. They are listening to music. Олар музыка тыңдап жатыр. Оны қалай ажыратамыз? Сұрақ қою арқылы мына екі мысалға назар аударып көрейік. Мысал үшін, Jack is playing tennis right now. Jack enjoys playing tennis. Бұл жерде бірінші сөйлем present continuous жағында қолданып тұр. Яғни Jack is playing tennis right now. Jack қазір теннис ойнап жатыр. Ал Jack enjoys playing tennis. Jack теннис ойнауды жақсы көреді. Jack нені жақсы көреді? Теннис ойнағанды жақсы көреді. Келесі, I like going to the cinema. Мен киноға барғанды жақсы көремін. I'm going to the cinema. Мен киноға бара жатырмын. Яғни герундиді сұрақ қою арқылы ажырата аламыз. Келесіде герундидің сөйлемдегі қызметі мен қолданылуына келетін болсақ, герунди сөйлемде бастауыштың, баяндауыштың, пысықтауыш және де толықтауыш, анықтауыштың қызметтерін атқарады. Алдымен бастауышқа тоқталайық. Бастауыш кім, не деген сұрақтарға жауап береді дедік. Егер де сөйлем герундимен басталса, онда герунди сөйлемде бастауыштың қызметін атқарады. Мысал үшін, reading is relaxing. Оқу демалдырады. Не демалдырады? Оқу демалдырады. Reading. Getting up early is a good habit. Ерте тұру жақсы әдет. Не жақсы әдет? Getting up early. Ерте тұру. Going to parties is fun. Партилерге бару қызықты. Не қызықты? Going to parties. Партилерге бару. Reading and writing are two different skills. Оқу және де жазу екі түрлі дағды. Не екі түрлі дағды? Reading and writing. Ал енді баяндауыштың қызметіне келетін болсақ, баяндауыш не істеу деген сұрақтарға жауап береді. Мысал үшін, my favorite occupation is listening to music. Менің жақсы көретін ісім музыка тыңдау. Не істеу? Listening to music. Музыка тыңдау. Сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарады. Мысал үшін, I enjoy listening to music. Мен музыка тыңдағанды ұнатамын. Толықтауыш кімді, нені, кімде, неде деген сұрақтарға жауап береді. I enjoy listening to music. Мен музыка тыңдағанды ұнатамын. Мен нені ұнатамын? Музыка тыңдағанды. Listening to music. Келесінде, he hates waking up early. Ол ерте тұрғанды жек көреді. Нені жек көреді? Ерте тұрғанды жек көреді. Яғни бұл жерде герунди сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарып тұр. Келесіде пысықтауышқа тоқталатын болсақ, пысықтауыш қалайша, қайтып, неліктен,
қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысал үшін, you can help your son by supporting him. Сіз ұлыңызға оны қолдау арқылы көмектесе аласыз. Бұл жердегі support деген сөз қолдау білдіру дегенді білдіреді. Сіз ұлыңызға қалай көмектесе аласыз? Қолдау арқылы, я? Supporting, қолдау арқылы көмектесе аласыз. Келесі белгілі бір етістіктерден соң тек қана герундий келеді. Яғни сөйлемде мына етістіктерден кейін тағы да бір етістік келетін болса, ол етістік герундий арқылы жасалынады. Ол етістіктер enjoy, stop, deny, avoid, admit, appreciate, consider, can't help, miss, can't stand, forbid, finish, escape, begin, delay, mention, regret, dislike, hate. Яғни осы етістіктерден кейін тағы етістік келетін болса, ол етістікті біз герундиймен, ing-мен жасаймыз. Мысал үшін, we enjoyed visiting them. Біз оларға барғанды ұнаттық, яғни бізге оларға барған ұнады. Бұл жерде enjoy және де visit деген екі етістік. Enjoy'дан кейін тағы бір етістік келсе, ол етістік ing-мен жасалынады. He admitted stealing money. Ол ақша ұрлағанын мойындады. Яғни admit, stealing. I dislike driving long distance. Мен ұзақ жол жүруді ұнатпаймын. Dislike'дан кейін drive деген етістік келіп тұр, оны біз герундиймен жасап тұрмыз. I hate making silly mistakes. Мен ақымақ қателіктер жасағанды жек көремін. Бұл жерде де сұрақ қою арқылы тапсаң болады. Мен нені жек көремін? Қателіктер жасағанды жек көремін, Келесі мысал, I miss being with my family. Мен отбасыммен болғанды сағындым. Яғни miss-тан кейін be етістігі келіп тұр. Be етістігін біз ing-мен жасап тұрмыз. I can't stand waiting in long lines. Мен ұзақ сонар кезекте тұруға шыдай алмаймын. Бұл жерде де екі етістік қатар келіп тұрғаннан кейін can't stand етістігінен кейін келесі етістік герундиймен жасалып тұр. She denied committing the crime. Ол қылмыс жасағанын мойындамады. Яғни deny деген жоққа шығару, яғни ол қылмыс жасағанын жоққа шығарды деп тұр. Бұл жерде де deny-дан кейін етістікті герундиймен жасаймыз. Келесіде герундий қандай да бір prepositionнан кейін, яғни шылаулардан кейін етістік келетін болса, онда ол етістік герундий түрінде келеді. Яғни in, at, with, about, of, for, by, instead of, in spite of, before, after, without. Шылауларынан кейінгі етістікке біз ing жалғауын жалғап сөйлем құрай аламыз. Мысал үшін, the children are excited about going on holiday. Балалар демалысқа баруға қуанышты. Бұл жердегі about preposition, go етістік, яғни prepositionнан кейінгі етістікті біз герундиймен жібереміз. Келесі мысал, John went to work in spite of feeling ill. Джон ауырғанына қарамастан жұмысқа кетті. In spite of, яғни бір затқа қарамастан деген мағынаны білдіреді. I bought a new car instead of going away on holiday. Мен демалысқа барудың орнына жаңа көлік сатып алдым. Келесі, before going out, I phoned him. Сыртқа шықпас бұрын, мен оған қоңырау шалдым. Яғни before шылау, go етістік, шылаудан кейінгі етістік ing-мен жасалынады. What did you do after leaving school? Мектептен кеткеннен соң не істедің? You can improve your English by doing a lot of reading. Сен көп кітап оқу арқылы ағылшын тілін деңгейіңді көтере аласың. Ал енді соңғы мысалға келетін болсақ, Tom left without finishing his dinner. Том кешкі асын ішпей кетіп қалды. Яғни бұл жердегі арнайы бір prepositionдардан кейін біз келесі етістікті ing-мен, яғни герундий түрінде жасаймыз. I'm very good at learning language. Мен тіл үйренуге өте жақсымын. Яғни герундий дегеніміз бұл етістіктен жасалған зат есім. Окей, келесі infinitive. Infinitive ол етістіктің бастапқы формасы, яғни to-мен жасалынады. Мысал үшін, to take, to read, to walk, to come, to sleep, to go. Инфинитивтің қолданылуына келетін болсақ, we use to plus infinitive to talk about the purpose of doing something.
Бір нәрсені істеудегі мақсатымызды айтқан кезде сөйлемді инфинитивпен қолданамыз. Мысал үшін, he bought some flowers to give to his wife. Ол әйеліне гүл беру үшін гүл сатып алды. Яғни to give деп тұрмыз, себебі ол гүлді белгілі бір мақсатта сатып алды, яғни әйеліне беру үшін. Келесі мысал, she telephoned me to invite me to party. Ол мені кешке шақыру үшін маған звондады. Яғни оның маған звондаудағы мақсаты мені кешке шақыру. To invite. Келесіде белгілі бір етістіктерден кейін to infinitive қолданылады. Яғни сөйлемде мына етістіктерден кейін тағы да етістік келетін болса, ол етістік to мен жасалынады. Яғни agree, refuse, promise, offer, decide, expect, help, manage, fail, forget, need, want, try, remember, learn, hope, start, seem, cannot stand, continue. Осы етістіктерден кейінгі етістік to мен жасалынады. Мысал үшін, they agreed to help us. Олар бізге көмектесуге келісті. Яғни бұл жерде agree келісу, help көмектесу. Екі етістік қатар келіп тұр. Agree етістігінен кейінгі етістік to мен жасалынады. He continued to speak. Ол сөйлеуді жалғастырды. Яғни екі етістік қатар келіп тұр. Continue'ден кейінгі етістікті to мен жасаймыз. I need to have your opinion. Мен сіздің пікіріңізді білуім керек. I promise not to be late. Мен кешікпеуге уәде беремін. I remember to lock the door. Есікті құлыптау есімде. The cat seems to be friendly. Бұл мысық мейірімді сияқты. I want to tell you something. Саған бірдеңе айтқым келеді. Яғни осы етістіктерден кейінгі етістік инфинитив түрінде келеді. Келесіде сын есімдерден кейінгі етістікті инфинитив түрінде қолданамыз. Мысал үшін, it's nice to meet new people. Жаңа адамдарды көру, яғни жаңа адамдармен танысу жақсы. Бұл жердегі to meet деп тұр, өйткені nice сын есімге жатады. The coffee is hot to drink. Кофе ішуге ыстық. Hot to drink. Hot бізде сын есім, drink етістік, яғни оның алдына біз инфинитив түрінде қолданып тұрмыз. I'm happy to hear you are well. Сіздің жақсы екеніңізді естігеніме қуаныштымын. It's important to speak English in this course. Бұл курста ағылшын тілінде сөйлеу маңызды. Яғни сын есімдерден кейінгі етістік инфинитив түрінде келеді. Келесіде инфинитивті сұраулы сөздерден кейін қолданамыз. Яғни what, why, which, when, who, how сөздерінен кейінгі етістік инфинитив түрінде келеді. Мысал үшін, do you know how to get there? Сен ол жерге қалай бару керек екенін білесің бе? To get деп тұр, өйткені how бізде сұраулы сөйлем. I didn't know what to do next. Мен ары қарай не істерімді білмедім. What to do? Тағы бір-екі мысалға тоқталатын болсақ, she asked me how to use the washing machines. Ол менен кір жуғыш машинасының қалай қолданылуы керек екендігін сұрады. Яғни how to use. Do you understand what to do? Сен не істеу керек екенін түсіндің бе? Яғни инфинитив сұраулы сөздерден кейін қолданылады. Осымен инфинитив және де герунди тақырыбы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақты тағы да бір рет мұқият қарап шығуларыңызға кеңес беремін. Каналымызға жазылып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.